Баршаңызға сәлем. Менің арнама тіркеліп, подписация батырмасын басып, лайк қоюға ұмытпаңыздар. Бұл видеоны жасау үшін CapCut приложениесіне кіреміз. Новый проектті басып, бұл видеоның қандай именно видеоға жасағыңыз келіп отыр, сол видеоны таңдап аласыз. Одан кейін бұл видеоның үстіне жазу қоямыз. Текстқа кіреміз. Қалаған сөзіңізді жазасыз. Мен үлкен әріптермен жазғанды жөн көрдім. Сіздерге просто түсінікті болу үшін қайырлы күн деп жаза салайын, қысқа ғана. Бірақ сіздер өздеріңіздің қалаған кез келген сөздеріңіз жазсаңыздар болады. Көлемін үлкейтіп қоямыз. Содан кейін бұл қызықты болып тұру үшін әрине бұны анимацияға қоямыз. Және де бұл цветі бұндай жай ғана емес, әдемі болып жаңағы видеода көзге көрінетіндей болып тұру керек та, ерекшеленіп тұру керек. Сол үшін бірінші шрифтін таңдап алайық. Осындай шрифті таңдадым. Сәл үлкейтуге болады. Одан кейін стильға кіріп, түсін таңдайсыз. Қалаған түсіңізге қойсаңыз болады. Немесе мына эффектіға кірсеңіз, неше түрлі көрініп тұрады. Енді бұл жерде қалағаныңызды таңдай аласыз. Мен сары болғанын қалап тұрмын, жаңағы видеодағыдай. Вот осылай. Көрініп тұрса деймді. Осылай таңдап аласыз. Содан кейін оны бұл жазған текстімізді видеоның соңына дейін қолымызбен ұстап тұрып созамыз. Міне былай жылжытамыз. Қолыңызбен ұстасаңыз ары бері жылжытуға көнеді. Видеоның соңына дейін созып тастаймыз. Одан кейін бұл тексті анимацияға қоямыз. Анимацияның үстінен басып, осы жерде айта кетейін, кей жағдайда түсінбей жатады. Мына жерде қараңыз, астында текст тұр, үстінде видео тұр, иә? Енді сіздің ең төмен жақтағы шығып тұрған функциялар именно қайсысын белгілеп алсаңыз, қолмен соған қатысты. Мысалы, қолыңызбен видеоның үстінен былай басып қалсаңыз, үсті ақ болып боялады, иә? Ендеше бұл астындағы функциялардың бәрі видеоға қатысты болады. Егер текстің үстінен былай басып қалсаңыз, текст боялады. Астындағы функциялар осы текстке қатысты өзгереді. Енді бұл тексті біз анимацияға қоямыз. Анимацияға мен басында міне майда жазулармен тұр, 3 түрлі мүмкіндік беріп тұр. Бірінші мүмкіндікте мен волна дегенді таңдаған болатынмын. Қазір мен соны сіздерге көрсетейін. Так. Міне волна. Енді тек қана жай осылай қойсам, бұл видеоның басында ғана осылай волна болады да, ары қарай құры жай түзу болып қалады. Сондықтан да мен қайтадан анимацияға кіріп, үшінші мүмкіндікті петля деп тұрған жерге кіремінде, тоже волна дегенді таңдадым. Сонда видеомның соңына дейін осылай қозғалып тұрады жазуым. Енді қараңыз, бұл жерде мына видеоның дауысын өшіріп тастай аламыз. Екі вариант бар. Осы видеоның үстіне қойып тұрып, астында громкостьқа кіріп, мысалға громкостьін төмендетіп тастасаңыз болады. Немесе мына выключить звук деп тұрады бірінші жағында. Соны выключить звук десеңіз, міне қайтадан включить звук деп сұрап тұр. Яғни осы жерді басып, сіз дауысын өшіріп тастай аласыз негізгі видеоның. Музыканы алдыңғы сабақтарда көрсеткенмін, тағы да көрсете өтейін. Осылай назад жіберсеңіз, звук деп тұр, звукқа кіресіз, звукиға кіресіз. Кез келген мына жерде папкадан таңдап, өзіңізге қажет музыканы таңдап, плюс батырмасын басасыз, тыңдап көресіз, ұнаса плюс батырмасын бассаңыз, астына музыка түсе қалады міне. Бұл жерде міне видеоның дауысын өшіріп, звук қойдық, текст жаздық, текстке анимация қойдық. Енді бұны өзін сақтап аламыз. Жоғар жағында готово дегенді басып сақтай саласыздар. Қайтадан новый проектқа кіреміз. Так, көрейік. Қайтадан CapCut'та новый проектқа кіреміз да, осы аламыз сақтаған видеомызды. Осының үстінен наложение, добавить наложение деп, біз өзгертпеген бастапқы дәл осы видеоны қоямыз.
Енді бұлардың мынау сәл кішірек болып түседі. Астындағы суреттерін сәйкестендіріп, тура үстінен бүйтіп қоясыз үлкейтіп. Содан кейін бұл суреттің мына біріншісінің емес, екінші тұрған мына наложениеда тұрған, наложение деп қосқан сурет видеоның үстіне қойып тұрып, ақ қоршауды вырезкаға кіресіз, удалить фон дейсіз. Енді қазір қарап көрейік мінекей. Міне осылай готово деп сақтай саласыздар. Сонымен видеомыз дайын. Баршаңыздарға уақыттарыңызды бөлгендеріңізге көп рахмет. Егер видео ұнап жатса, пайдалы болып жатқан болса, лайк басып, комментарий жазып, тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде менің арнама тіркеліңіз. Сау болыңыз.